Құрметті азаматтар, естеріңізге сала кетейік. Мопедтерді тіркеп үлгеру үшін 2 аптадай ғана уақыт қалды. Заң бойынша 5 сәуірден кейін тіркелмеген мопедті басқаруға тыйым салынады. Мұндай құқық бұзушылық анықталған жағдайда Әкімшілік кодекстің 590 бабының 2 бөлігіне сәйкес жауапкершілік көзделген. Қазіргі уақытта республика бойынша 8527 мопед тіркелді. Оларды тіркеу үшін тұрғылықты жері бойынша арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет. Өзіңізбен бірге келесі құжаттарды алу керек. Жеке басты куәландыратын құжат электронды түрде жарайды. Техникалық құжат немесе мопедтің техникалық сипаттамалары туралы мәліметтер. Содан соң өтінішті толтырып, мопедті тексеруден өткізіп, көлік құралын тіркеу туралы куәлік және мемлекеттік нөмір алу үшін мемлекеттік баждарды төлеу керек. Құрметті азаматтар, тіркеуді кейінге қалдырмаңыздар. Өзіңіз үшін жағымсыз салдардан аулақ болу үшін мопедті заң талаптарына сәйкес келтіргеніңіз абзал.